Қазір арасында ойлап қоясың, Барбоскиннан соңғы сериалдар шықпай кетті ғой деп ойлап отырасың кәдімгі. Бізде кәдімгі бала болдық, үйде әке-шешемізбен телевизор қарап отырамыз. Небір кинолар болатын, триллерлер болатын, детективтар болатын. 10 негритят деген кино болатын еді ғой. Адам түсінбейтін, соны түсініп отыратын едік қой біз вообще. Бір-бірін өлтіріп жатады, сонда папаңа қарап айтасың, 6 тауық алды, иә деп. Ой, иә дейді кәдімгі. Арасында бір кинода қарап жүре ме жігіттер? Сонда бізді кішкентайымыздан ұят болады деп өсірдік қой. Бүйтіп ұстамай ұят болады, тұрмай ұят болады, үйтіп тұрмай ұят болады, құшақтамай ұят болады. Тізеңді құшақтамай бүйтіп, айналыңда бүйтіп, бүйтіп киінбей ұят болады, ана үтішпей ұят болады. Çalпылдатпа, бүйтпеш, сөйтпеш, бүйтіп тұрма, бүйтіп жатпа. Не істеріңді білмей қатынбыз ғой кәдімгі бір ғой. Тамақ ішсең де замечание айтады, жүрсең де ұят бәрі. Қазіргі балдарға өйтіп айтпаймыз, қазына ұрды. Кімнен ұяласың дейміз? Кімнен ұяласың? Давай, вперед. Сонда біз кино қарап отқанда, ана жігіттер кинода қызға қарап, қолынан ұстап, бүйтіп ақырын бүйтіп жақындап атқан кезде поняткіміз күшті болған ғой. 10 жаста болсақ та, папа мамаң артында отыр ғой енді. Сонда тығылатын жер таппай, не істеріңді білмей, өзіңмен өзің нәскегің шұқылап, киімің жөндеп, телевизорға қарамай деп. Бүйтіп қарақ басаң, ана екеуі өшіп бүйтіп кетіп баратыр, өзі бар ғой. Сасқаннан не істеріңді білмей, ол кезде пультта жоқ іздеп кететін өтірік. Мен қойға кеттім деп бүйтіп кәдімгі бір жүрегің дүрсілдеп, қойға барып келгенше үйге кіре алмай, ұялып кәдімгі. Қазір балдар олай емес, қазір балдармен қазір кино қарап отырсаң, ұялмайды қазір. Бір рет бір қонаққа барғанбыз, бір кісілердің үйіне. Балдар отыр, бүйтіп қарап қоямын, мына балдар қазір ұялып шығып кетер ме екен деп. Қарасам бір момент болып жатыр жаңағыдай. Моменттің моменті болып жатыр еще. Бүйтіп түріне қарасам, ана бала деген кәдімгі бір Абылай ханның киносын қарап отырғандай кәдімгі. Сасқаннан құрсын бірдеңе іздеп шығып кеттім құрсын. Балалармен не қарап отыр деп жаңа айтып қалама деп. Көрдіңіздер ме? Қазіргі таңда YouTube арналарында қазіргі түріктің сериалын, кәрістің сериалын қазақшаға аударып бергенше, сол YouTube'тағы балдардың көріп отырғанын қазақшаға аударса, шіркін-ай, болашақта балдарымыз қазақ тілінде сөйлеп жүрсе, жаңа Қазақстан деп бәрін салып жатырмыз, бірақ астымыздан балдар орысша сөйлеп келе жатыр. Ол ертең бәрін салып тегіс жолмен жүріп орысша сөйлеп жүрсек, ол жаңа Қазақстанның ондайдың не керегі бар деймін да. Тіліңді ұмыттың ба, дініңді ұмыттың ба, дәстүріңді ұмыттың ба, шекараңды ашып жібер деген екен ғой кезінде. Сондықтан да ең бастысы арманымыз ақ жаулық киген аналарды көру, ана тілінде сөйлеген балаларды көру арманымыз ғой. Сол армандарымыз орындала берсін. Мереке құтты болсын. Рахмет.